Көрпешеміздің беті дайын. Енді көрпешеміздің енін өлшейміз, өйткені суын жүргізуіміз керекпіз. Меніңкі 62 сантиметр шықты. 62-ге мен 18 сантиметр кесіп алып, 18 сантиметрдегі 2-ге бөлдім. Екі жанына 9 сантиметрден кесіп алдым. Сіздер өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Мүмкін көрпешелерін 90 сантиметр қыларсыздар, мүмкін 85 қыларсыздар. Өз қалауларыңызша кесіп аласыздар. Енді көрпешеміздің түгі қалай жатыр? Мына қиып алған матамыздың да түгін солай қаратып, осылай әдемі жақсылап қойып, дұрыстап инемен түйрейміз. Бірінші екі қапталын жанын тігіп аламыз. Содан кейін барып, төбе жақтарын, екі төбесін тігетін боламыз. Осы ұзын маталарыңызды кескен кезде тура көрпешенің ұзындығымен бірдей емес, бір 3-4 сантиметр артық кесіңіздер. Өйткені мата созылады, тартылады, жетпей қалуы мүмкін. Мысалы, көрпешеңіз сіздің 2 метр болса, анау қапталындағы суларын ұзындығын 2-де 5 сантиметр қылып кесіп алыңыздар. Жақсылап осылай түйреуішпен түйреп аламыз. Екі жанында осылай түйрейміз. Бірден тігуге де болады, егерде бірден тіге алам десеңіздер. Енді екінші жағында дәл солай инемен түйреп аламыз. Бұл жағында тура солай көрпешенің түгі қалай қарап тұр. Қиып алған матамыздың түгін солай қаратып тігеміз. Негізі төмен қарап тіккен дұрыс. Міне мен уже тігіп алдым. Тіккенімді түсірген жоқпын. Уақыт үнемдеу үшін бір ғана тігіспен жүргізіп шығасыздар. Енелердің бәрін алып тастап, енді көрпешеміздің енін өлшейміз. Ені неше сантиметр болады? Төбесіне сонша ұзындықта кесіп аламыз. Ұзындығы осы көрпешенің ұзындығымен бірдей қыламыз. Кішкене асырып кесіп алыңыздар, ал ені 9 сантиметр кесіп алдым мен. Міне дайындап кестім. Ені 9 сантиметр, ұзындығы көрпешенің несімен бірдей, енімен бірдей, кішкене асырып алдым. Ені 80 сантиметр болса, мен 85 қылып артық кесіп алдым. Өйткені мата созылады, жетпей қалғаннан артық болғаны жақсы. Енді инемен жақсылап түйреп алып, бұны да бір тігіспен тігіп шығамыз. Міне мен бұл екі қапталын, төбесін барлықтарын тігіп шықтым. Бұны су деп атайды, суын тігіп болдық. Енді көрпеміздің енін мен ұзындығын өлшейміз. Енді астарын тігуіміз керекпіз. Менің көрпешемнің ұзындығы 2 метр 15 сантиметр болып шықты.
Енді енін өлшейміз. Ені 80 сантиметр. Енді осы көрпешенмен бірдей қылып, ұзындығы мен енін өлшеп алғаннан кейін астында ақ матаны кесіп аламыз. Астарын тура осындай велюрдан тіксеңіздер де болады, немесе габардин или болмаса таза хб матадан да тіге берсеңіздер болады. Көбінесе габардин қолданады. Ақ матамды кесіп дайындап алдым. Көрпешемнің ұзындығы сіздерге айттым ғой, 2-де 15 болды. Енді 2-де 15-ке 5 сантиметр артық кестім да 2-де 20. Оған тағы да 8 сантиметр қостым. Сонда 2-де 28 етіп ұзындығын кесіп алдым. Ені көрпемнің енімен бірдей. Осылай 2-ге бүктеп, қазір центрін табатын боламыз матамыздың. Мен велюр матадан тіктім астарында. Енді матамыздың центрін тауып аламыз. Осы бүктелген жерінен сызғышпен сызып аламыз, бір сызық қылып. Міне сыздық. Енді сіздерге көріну үшін тағы да үстінен басып сызамын қазір. Міне бастырып сыздым. Көрініп тұр ғой сіздерге сызығы. Енді осы сызықтан қазір өлшейтін боламыз. 8 сантиметр қылып өлшеп аламыз. Дәл осы сызықтан бастап 8 сантиметр өлшеп сызып шығамыз.
Міне сызып болды. Екінші сызықты енді бірінші сызған сызығымыздан ортасынан қақ бөліп кесіп аламыз. Қазір қараңыздар. Матамызды ашып, ең бірінші сызған сызықтан кесеміз. Міне бір бөлігін алып тастаймыз. Енді екінші бөлікті 8 сантиметрді қақ ортасынан бөліп 4 сантиметр қылып ішке қаратып үтіктейміз. Матаның теріс жағына қаратып үтіктеп аламыз. Матаның шеті бағанағы сызып алған екінші сызығымызбен дәл келіп тұру керек. Міне қайырып үтіктеп алдық. Енді осы үтіктегенімізге біз замок тігуіміз керек. Осындай замок қолданамыз. Бұның ұзындығы 80 сантиметрлік. Бұл замоктардың түр-түрі болады. 1 метрлігі де болады. Өзіңіздің көрпеңіздің еніне қарай аласыз. Тек қана потайной замок қолданбаймыз. Көрпеге арналған десеңіздер, кез келген фурнитура сататын дүкендерде, базарларда сатады. Емізді, замогымызды теріс қаратып, қазір көрпеге тігетін боламыз. Матаға тігетін боламыз замокты. Бізге осындай бір жақты лапка керек. Бұл замок тігу үшін. Универсал лапканы алып тастаймыз да, осы бір жақты лапкамызды орнатамыз. Енді қазір көресіздер. Замоктың оң жағын матаға қаратып қойып, міне осылайынан. Енді дәл замоктың шеті қайырған матамыздың шетімен дәл келу керек. Осылай қойып,
тігіп шығамыз. Лапкамыздың шеті замоктың шетімен жүріп отыру керек. Сол кезде замогымыз түзу шығатын болады. Сырғып кетіп жатыр. Мынау вилюр матаға тігу кішкене қиындау, өйткені сырғып кетеді, қайта жылжи береді. Егер де бірінші тігіп тұрсаңыз, немен қолмен көктеп алсаңыздар да болады. Алып, сосын барып үстінен машинкамен жүргізсеңіздер де болады, қолдарыңыз үйренгенше. Тиімді-ақ тігіп тастауға болады. Мен сіздерге түсінікті болсын деп асықпай осылай тігіп көрсетіп жатырмын. Бұрыннан тігіп жүргендер болса, 5 минутта тігіп тастауға болады замокты. Міне замогымыздың бір жағын тігіп болдық. Енді екінші матаға тігуіміз керек замокты. Екінші бөлігін алдық, міне. Екінші бөлігін тіккенде мұқият болыңыздар. Жоғарғы бірінші тікке матамыздың түгі қалай қарап тұр, екінші бөлігінде солай қаратып, екеуі бір бағытта болу керек. Бір бағытқа қойып тігеміз. Шатасып кетпеңіздер, екеуінің түктері бір-біріне қарама қарсы келіп қалмасын. Көрпешеміздің матамыздың біткен жерін
ручкамен белгілеп аламыз. Қазір сол жерден бастап тігетін боламыз екінші бөлігін. Екеуі бірдей болу керек қосқан кезде, көрдіңіздер ғой. Біреуі артық, біреуі кішкентай болып тігіліп қалмау керек. Міне алғашқы бірінші бөлігіміз қай жерден бітеді замоктың, сол жерді ручкамен сызып белгілеп аламыз осылай. Енді екінші бөлігін сол белгілеген жерден бастап қосып тігеміз. Мен шатасып кеттім, негізі арғы басынан бастауым керек екен, өйткені бергі жақтан тігуге болады, бірақ машинкаға ыңғайсыз болып қалады ол кезде. Сондықтан мына бетінен бастап тігеміз. Закрепка бастаған кезде закрепка береміз. Лапканың шеті мынау неміздің замогымыздың шетімен жүріп отыру керек. Алдыңғыда айтқандай, ең бірінші тігіп жатсаңыз, онда қолмен көктеп алыңыз бірінші.
тігіп болдық. Соңында закрепка беруді ұмытпаңыздар. Артық жіптердің бәрін бірден қиып тастауды әдетке айналдырыңыздар. Міне енді астарымыздың замогы дайын. Енді көрпешемізді астарлаймыз. Ол үшін көрпешемізді осылай оң қаратып төсеп аламыз бірінші. Енді үстіне дайын болған астарымызды теріс қаратып төсейміз. Түгін төмен қаратамыз. Мысалы, көрпешеміздің түгі төмен қарап тұрса, астарымыздың да түгін солай қаратып төсейміз. Екеуінің түктері бір-біріне қарама-қарсы болып тұрса, онда тіккен кезде өздеріңізге қиын болады, тігілмейді, жылжып, сырғып кете беретін болады. Мен өзім бірден айналдырып тігіп шықпаймын. Бірінші осылай рет-ретімен тігемін. Бірінші осылай бір жанын тігемін. Бір бөлігін тігіп алам. Оның бәрін инемен асықпай түйреп, сосын бір тігіспен тігіп шығатын боламын. Бірінші осы бір бөлігін түйреп алып тігіп шығамыз қазір. Замоктың үстінен де ине түйреп кетеміз, өйткені замок екіге ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан замоктың үстінен екі замокты біріктіріп, үстінен де түйреп өтеміз. Міне мен түйреп уже тігіп қойдым. Тіккенімді түсірмедім уақыт үнемдеу үшін. Тек қана бір тігіспен тігіп шығасыздар. Инелерін бәрін алып тастап, енді төбесін тігемін мен. Матамызды әдемілеп, түзулеп қойып, енді төбесін тігіп шығамын. Бірінші түйреп алып. Бірден айналдырып түгел тігіп шықпаңыздар. Өйткені мата кей кезде дәл келмей қалады. Өзімде басымнан өтті, талай олай тігіп сөгіп тастаған кезде, қайтып сөккен кездерінде болған. Сондықтан мен асықпай осылай рет-ретімен тігемін астарын. Міне түйреп алдық. Енді қараңыздар, бұрышын 4 бұрышты қылып тікпей, кішкене доғылдау қыламыз. Дәл бұрышынан тігіс жүретін бөлікте, мысалы, осылай өлшейміз, 2 немесе 3 сантиметр. Мен 2 сантиметр етіп, осылай бормен сызып алдым доғал қылып.
міне төбесін тігіп болдық. Енді екінші жанын тігеміз, сосын келесі төбесін тігіп шығамыз. Олардың да бұрыштарын солай доғал қылып тігеміз. Міне көрпешеміз дайын, астарының бәрін тігіп біттік.